Микрофонға жетембегенше дейін менің көрайымдарым зытып бара жатыр. Өйткені осы байқаудың керемет ұйымдастырушылары сіздердің алдарыңызда. Қазақ аналары дәстүрге жол республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы және Алматы облысы бойынша төрайымдары. Ең бірінші тұрған Сандуғаш Мырзабекқызы, Алматы ауданы, Алматы облысы. Керемет. Осы Түркістан облысының аналарын күтіп, қарсы алып, қасында жүріп, көп барлық жағдайын жасап жатқан Сандуғашқа қошемет. Орысқа қоспасақ. Екінші, Іле ауданының төрайымы Камила Сапарқайырқызы. Біздің Ақтөбе облысын кеше пойыздан қарсы алып, шашып аналарыменен керемет қарсы алып, міне бүгін қастарында жүр. Камила Сапарқайырқызы. Үшінші, Алматы қаласы Әуезов ауданының төрайымы Маржан Көйтұрарқызы. Ұйымдастырушылар, барлық осы қазақ аналар дәстүрге жолдың қандай жақсы өсетін іс көріп жатсыздар, осы төрайымдардың арқасы. Төртінші, Медеу ауданы, Алматы қаласы Медеу ауданы филиалының төрайымы Айсара Қамбарбекқызы. Кешіріңіздер. Одан кейін біздің жас ортамызда көріп отырсыздар, бізді әжелер дейді. Біз әжелер емеспіз, біз қазақтың аналарымыз. Біздің құрамызда 16 жастан 85-90 жасқа дейінгі аналар бар. Соның біріне жас келініміз Ләззат Алатау ең аудан, Алматы қаласының ауданы, Алатау ауданының төрайымы Ләззатымыз ханым. Кеше ғана Абай облысының қатыса алып, өте керемет. Жоқ, Ләззаттай